Mına jolun жағасында жатқан пақырларды көргеннен кейін Құран оқып дуа бағыштап кетіп бара жатырмыз енді. Әл-Қисса бұның баяны Қайса пайғамбардан басталып дейді. Баяғыда Қайса пайғамбар бір жолаушылап кетіп бара жатса, бір жолдың жағасында бір мола тұр дейді. Мола жалғыз адам бір жерленген. Содан Қайса пайғамбардың ойы кетті дейді. Мен мына бір адаммен сөйлесем деп. Содан Құдайдан рұқсат сұрады дейді. Уа Тәңірім, мына қабірде жатқан адам кім, сөйлесем бола ма деп. Сол Тәңір айтты, қайтесің онымен сөйлесіп? Ол әулие емес, ол тақуа емес, ол тауазы емес. Ол бір менімен ісі жоқ. Иттіршілігін сол сүріп, сол қайтсем, сол ана біреуді, екеуді үшеу қылам деп. Сол дүнияға жұтылып, ақиқаттың ілімінен ғафыл болған бұл бір бейшара деп айтты. Ол саған сондай қызық болмайды. О жиған терген сауабы да жоқ. Сол Қайса айтты екен, мен бір көрсем бола ма сол енді ғафыл адамның қазіргі ахуалы. Жарайды енді көрсем көр. Ол Қайса пайғамбар жаңағыдай тұр деп әмір берді дейді. Қабірден жаңағы бір адам шықты дейді. Қараса дейді, екі беті нұрланып кеткен, иман жүзді. Мына екі көзінен жаңағыдай бір алсы мейірім шафаға төгіліп тұрған. Мынандай алтын асықтай бір жас жігіт шықты дейді. Ол Қайса пайғамбар түсінбей қалды дейді. Тәңір тағала бұны бір әйтеуір иттіршілікте жұтылған бір бейшара деп айтып еді. Мұнға бір тұрған бір мұсылман. Уа Тәңірім, мына сенің айтқан сөзіңмен мына жігіттің келбеті екеуі келіспеді ғой. Бұл не әңгіме деп айтты дейді. Ей, құлым Қайса, мұнда мені хикметтерім бар, сен білмейсің деп айтты дейді. Не хикмет, я Тәңірім айт. Бұл дүнияға жұтылған ғафыл еді. Бірақ бұның бағына орай, бұның мына жерленген жері, моласы, мазары жолдың жағасына түсіп қалды. Ар өткен, бер өткен, игі жақсының бәрі бұның моласын көрді да, ей, мұнда бір пақыр жерленді, тоқтай тұр, мұнаған бір тоқтап, бір дұғалар оқып кетейік, мыналардың бір күнәсін жарылға өтіліп кетейік, деп ар өткен, бер өткеннің бәрі отырып басына жаңағыдай әртүрлі киелі кітаптардан, мәтіндерден сондай дұғалар оқып, оның Құдайдан жарылға өтіліп бетін сипайды екен. Сол бәленбай мың жылда бәленбай мың жолаушы ар өткен бер өткеннің бәрі Құдайдан тілей берді. Енді мен сондай жомарт Құдаймын. Қаншама мыңдаған жолаушы бұған сондай дұға бағыштап жатыр. Мен енді осындай ұлықтығыммен енді солардың сол дұға тілектерін қабыл қылмай тұрайын ба енді? Қабыл қылдым. Сол ар өткен бер өткеннің дұғаларының шарафатынан бұл адамға осындай бір иманның нұры дарды. Содан бұның жағдайы жақсарып кетті деп айтты. Содан бастап Қайса пайғамбар бұдан бір ғибрат, бұдан бір хикмет көкірегіне түйді дейді. Осылай кетіп бара жатқан кезде осындай молаларды көрсе, міндетті түрде тоқтап, бір дұғалар оқып, соларға бір Құдайдан жарылқау тілейді екен дейді. Әне біз де сол енді әліге дейін осындай бір мазар молаға жолығып атсақ, міндетті түрде тоқтап, бір білген Құранымызды оқып, дұға бағыштап, бетімізді сипап, Құдайдан жарылқау тілеп кетеміз. Енді бұл қиссаның анық-қанығын бір Құдай өзі біледі. Тек бұрынғылардан жеткен әңгіме сөйдейді. Тек кейінгі ұрпақ, алдыңғы ағалар бізге бір есті әңгіме айтып қалдырма деп ренжімесін деп, осы жерде аз кем әңгіме шығарып отырмыз әне.